Ақтөремен ол баяғыда ол таныстықтың ең басында болған. Туған күн, недавно ғана болды. Недавно болған жоқ. Ақтөрені қанша уақыттан бері танисың, сұрақ? Танымаймын сол туған күнде. Онда танымайтын адаммен қалай құшақтап жүрсің, бірақ таныстықта жүрген жігіттің қолын ұстамайсың. Жоқ, Баласахан, бол айтайықшы. Негізі Жанболат сеніңше не беспеден күйіп баратыр сенің? Неге сонша ашуланып жатсың? Қарашы, енді қара. Бірінші аузын жаба тұршы сәл. Жоқ, енді Баласахан қыз баласына қатты айқайлап сөйлеп жатыр да. Не деген дауыс көтеру, жігіттер жетті ғой. Жоқ, Баласахан. Сізге қарап бір нәрсе деді ма, Бекзат? Енді Баласахан. Мен екінші әрі. Жаңа қатысушыларға осындай әрекеттерді көрмейтін болайын. Түсінікті ма? Қай-қайсыңызға да жігіттер. Бекзат, айтыңыз пікіріңізді. Жоқ, Баласахан, бұл жерде бар ғой негізі. Жаңа қатысушы, ескі қатысушы бөліп жару емес. Мен мысалға... Жоқ, сіз неге ей деп аузыңды жап деп неге айтасыз? Жоқ, өйткені қайтады баған бері айқайлап жатыр, құлағым деп отыр, айқайлап жатыр, қыз баласы айқайлап отыр ғой мысалға. Сізге дәл солай айқайласа қалай болар еді? Жоқ, енді бұл жігіт баласы ғой, біз бір-бірімізді түсініп аламыз мысалға. Ал қызға айқайлап отыр ғой бұл. Мен соны түсіндіріп жатырмын бұған. Қызға да жігітке де ешқайсына да аузыңды